Қайырлы күн, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Менің көрермендерім, сіздер үшін тағы да бір видео шығайын деп отыр YouTube каналыма. Бұл жаңағы енді біздің жаңа мұғалімдерде де декларация тапсыруға міндеттіміз. Соған байланысты декларацияны қалай үй жағдайында өзіміз тапсыруымызға болады, сол жайлы видеомды көрсетейін деп отырмын. Қабыл алыңыздар. Жаңағы ең бірінші бізге мынандай кабинет.салық.kz деген порталға кіру керек. Осы порталға кіргеннен кейін сіздерге мынандай бет ашылады, осындай окно. Сосын біз міндетті түрде жаңағы кілтіміз осы компьютерде болу қажет. Яғни флешканы салып қойсаңыздар болады. Флешкада тұрған кілтіңіз болса, соны флешканы қосып қойыңыз алдын ала. Сосын войти по ECP деп басамыз. Сосын біріншісінде тип хранилища дегенге тиіспейміз ештемесіне. Содан кейін путь к хранилищу деп тұр, жаңағы қай жерден оны табуға болады кілтімізді. Сосын мына флешкамыз тұрса, сол флешкамызды таңдаймыз, и соның ішінде кілтімізді таңдаймыз. И кілтте бізде ең бірінші тұрған кілтті таңдаймыз. Открыть деп басамыз. Енді паролін енгізуіміз керек. Кілттің паролін жатқа білулеріңіз қажет. Соның паролін енгізгеннен кейін окей деп бассаңыздар, мына жерде данные о сертификате деп тұрады. Егер де сіздер өздеріңіздікі ма, өздеріңіздікі емес па, сенімсіз болсаңыздар, осылай данныйын көріп алсаңыздар болады. Сосын выбрать деп басасыздар. Выбрать дегеннен кейін міне осы порталға уже кіріп тұрмыз. Енді келесі настройки бөлімінде настройка списка форм деген бар, яғни жаңағы форманың тізімінің настройкаларына кіреміз. Енді осы жерде 2023-ке дейін тұрады, бірақ енді қазір 2023 жыл болғандықтан біз былтырғы жылға 2022 жылға тапсырамыз. Тура осы жерден біз таңдаймыз 270 декларация. 270.00 деп тұрады. Декларация о доходах и имуществе физического лица деп тұрады. Осыны сразу таңдай салсаңыздар болады осы жерден. Таңдасаңыздар, сіздерге мынандай бет ашылады. Осы жерде сіздердің барлық данныйларыңыз жазылып тұрады, ештемеге тиіспейсіздер. Далее дегенді басамыз. Тексеріп аласыздар данныйларыңызды. Шаг 1 деп тұр, яғни 5 қадамның біріншісінен өттік. Енді екіншісін жасау үшін да за себя деп тұрады, өзіңіз үшін, немесе жаңағы 18-ге толмаған өзіңіздің балаңыз үшін өтіп жатсаңыз, соған белгілейсіз. Бірақ бірінші өзіңізге, мысалға өзіме за себя деп басасыздар. Сосын далее дейсіздер. Қазір келесі бет ашылады бізде. Келесі бетте енді укажите вид декларация, яғни декларацияның түрін көрсетіңіздер деп тұр. Егер сіздер осы 270 дегенде былтыр ғана жұмысқа кіріп, енді бірінші рет тапсырып жатсаңыздар, первоначальная деп басасыздар. Егер сіздер былтырда 270-ті тапсырып, биыл қайтадан тапсырып жатсаңыздар, онда очередная кезекті дегенді басасыздар. Сосын далее деп басасыздар. Енді келесінде мына жерде міне список шығады. Осы список бойынша жаңағы керекті бізге пункттарды толтырып шығу керек. Ең бірінші раздел сведения о доходах дегенге басамыз, мына жерге пичка қойып басасыздар. Сосын осы разделға доход, подлежащий налогообложению деп тұр. Яғни сол жерге өздеріңіздің толық доходтарыңызды жазасыздар. Неше шыққанын. Оны жаңағы дұрыс көрсету өте міндетті. Доходтарыңызды жазасыздар. Сосын мына жерде егерде сіздерде ИП аттарыңызда бөлек тағы да сондай болатын болса, доход индивидуального предпринимателя дегенге өз доходтарыңызды бұл жерге де жазу керек. Ал басқасын енді егер имущественный доход дейді, сонда егерде кіріс өздеріңізде болса, кірістеріңіз осы жерге толтырасыздар. Бірақ енді негізі военный және жаңағы әскери қызметкер, олардың жұбайлары ештеме бұл жерде негізі толтырмайды, егерде жұбайында бір ИП ашылған болмаса. Сосын келесі, мына жерде басқа ештемелерге тиіспейсіздер. Тек қана егерде сіздерде жаңағы имущество, аттарыңызда көлік, немесе үй болатын болса, міне сведения
приобретения имущества и об источниках покрытия деп тұрады. Осы раздел F дегенге кіріп, мына жерде добавить сведения по имуществу деу керек. Егер атыңызда үй немесе көлік болатын болса, немесе жаңағы шетелде бір активтарыңыз болатын болса, осыны белгілейсіздер. Енді вид имущества обязательно таңдау керек. Мына жерде транспортное имущество, недвижимое, ценные бумаги, осы жерде өздеріңіз таңдап аласыздар. Одан кейін код страны деп жазу керек. Код страны дегенде жаңа мына жерге каз десеңіздер, қазақшаға қойып, каз десеңіздер өзі Республика Казахстан деп шығады. Міне, осыны таңдау керек. Сосын келесі идентификационный номер деген жаңағы егер үй болса, ол үйдің кадастровый номері. Бұл жерде шатаспаңыздар. Егер де бұл көлік болатын болса, ол жаңағы көліктің идентификационный номері. Яғни көлікте жаңағы VIN деген номер болады. Несінде техпаспортында VIN деген номер болады. Сол 17 санмен жаңағы әріптерден тұратын номерді жазасыздар. Бірақ енді қазір бұл кісінің атында ештеме жоқ, сол үшін бұл раздел F дегенді толтырмаймыз. Және де ұмытып кетпеңіздер, сосын ол көлікті немесе үйді қанша сумаға алдыңыздар, қанша сіздерде сума кетті, мына жерге жазасыздар 0 деп тұрған. Сосын мына жерге жазасыздар. Сосын міндетті түрде оның источник покрытия, яғни ол суманы, мысалы сіз 500 мыңға или 700 мыңға көлік алдыңыз, оны қандай жолмен жаптыңыз? Немесе үй алсаңыз ипотечный болса, ипотекамен алсаңыз ипотекамен, банктен алсаңыз банкпен. Сөйтіп осы жерден өздеріңіз белгілейсіздер. Мысалы выигрыш, наследство, немесе өз ақшаларыңыз алсаңыз собственное средство деп таңдайсыздар. Міне осы бөлім бойынша айтатын осы. Енді қазір бұл күсте ондай жоқ, сол үшін бұл бөлімді алып тастаймыз. Енді қалған бөлімдеріне ештемеге тиіспейсіздер. Далее дейсіздер. Міне далее десеңіздер, мына жерде код органа тоже жазу керек. Код органа дегенде бұл сіздердің жаңағы по месту жительства пропискада тұратын орныңыз қажет. Егер мысалы сіздер қазір Астанада жұмыс жасап, бірақ пропискаңыз Алматы облысында болатын болса, сіздер Алматы облысы деп жазуларыңыз керек. Бірақ Астана қаласындағы адресіңізді сол облысты жазып қоймаңыздар. Бұл Алматы облысында болу қажет міндетті түрде. Алакөл ауданы деп таңдасақ болады. Бізде мысалы Алакөл ауданы бойынша болғандықтан Алакөл ауданы каждый өзі коды шығады өстіп. Сосын міндетті түрде мына жерде я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан дегенді міндетті түрде галочка қоясыздар соңында. Сосын отправить в ОГД деп тұрады. Идет процесс, очередная форма 270 за 2022 год подготовлена к отправке деп тұрады. Отправить форму деп тағы да сіздерден сұрайды. Егер барлығы дұрыс деп сенімді болсаңыздар, окей деп басасыздар. Қазір жауабы келеді. Жауабы өте тез келеді негізі. Кішкене күтесіздер. Міне осындай дайын окно ашылады. Жаңа подписывание запроса деген ашылады. Сол подписывание запроса дегеннің ішінде выберите файл дегенді басасыздар да. Сосын өздеріңіздің кілттеріңізді таңдайсыздар. Сосын пароль деген жерге өз парольдарыңызды жазасыздар. Дұрыстап жазасыздар. Сосын окей басасыздар. Мына жерде мен нем қазақшада тұр екен тілім. Ағылшыншаға ауыстырып қайтадан парольді жазамыз. Окей батырмасын басамыз. Мен нені таңдап қойыппын, бірінші ключті таңдап қойыппын. Бұл жерде сіздер
керісінше жасайсыздар. Вопрос болғаннан кейін осылай шығады. Міндетті түрде бағана біріншісінде жаңағы порталға кіру үшін біз біріншісін таңдадық қой, бірінші кілтті. Енді осы запросты жіберу үшін екінші кілтті таңдайсыздар міндетті түрде. Сосын қайтадан парольдарыңызды жазасыздар. Міне екінші кілтті таңдайсыздар. Парольдарыңызды дұрыстап жазасыздар. Окей батырмасын басасыздар. Міне осылай шығады. Сосын енді барлығы шығып тұрады. Сосын выбрать деген басасыздар. Міне отправка успешно завершена деп тұр. Енді осы жерде мына көкпен открыть уведомление о приеме дегенді бассаңыздар, міне сіздерге автоматически скачать етіледі. Декларация тапсырды деген справкаларыңыз қағаз осылай шығады. Сосын печатьті басып распечатка жасап алсаңыздар болады. Міне осындай оңай түрінде өздеріңіз үйден шықпай-ақ, ешқандай кезекте тұрмай-ақ декларацияны тапсырсаңыздар болады. Просто доходтарыңызды дұрыс көрсетсеңіздер болды. Тегін түрде осылай өздеріңіз жасап алсаңыздар болады үй жағдайында. Тек қана сіздерге мынандай NC Lawyer деген программа қосылып тұру қажет, міне көрсеткендей. Бұны да скачать ету өте 5 минутта өте оңай. Сондықтан назарларыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға қош сау болыңыздар.